пиводиіміз дайын болды. Қазір дәмін көреміз. Қалай болғанын. Сосын әлі бұл емес, әлі салаттар дайындағам. Сәбіз салат және капуста салат қосылады. Осының үстімен жүр. Жақында міне капуста салатты жай турадық та сұйық май және не қостық? Тұз қостым. Және міне сәбіз салатты дайындадық. Бұны теркадан өткіздік. Міне пияз қосқанбыз. Майдалап турап жуа. Және осыдан қостық. Мынау рецептінде 600 грамға 600 грамм сәбізге арналады екен. Солай шамалап жасадық. Дәмі өте әдемі болды. Басқа еш нәрсе қосқан жоқпыз. Және сұйық май добавить етеді дегілген екен. Сұйық май қосқан жоқпыз. Осымен дәмі әдемі болды. Міне енді пиводиді жасаймыз. Бисмилля, қазір шалап келейін. Міне жақындатсаң пиводиға. Ортасын кесеміз. Әдем болып. Жақындап күтішті. Екі андай әдем болып тұреді. Күшті. Енді бұған капуста саламыз. Шамалы. Арасына кіргізіп. Капуста саламыз. Кішкене салып жіберейік. Және сәбіз саламыз. Түсіріп айтқан жоқсын. Ортасында тұрсын. Не, ортасында тұрсын. Міне. Сәбіз саламыз да. Енді үстіне. Енді астына медуаны. Майонезді. Өзінше жылы. Кетчуп. 3 желания. Және майонез. Дайын. Бұл рецепті қалай жасағанымызды біз видео түсіргенбіз. Төбеде бар. Соны бассаңыздар, көре аласыздар. Рахмет, каналға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басыңыздар. Сіздер пісіргенде қандай дәмді болды? Ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Рахмет.